Баяғы заманда Мари есімді жесір әйел өмір сүріпті. Оның жалғыз ұлы Жан деген бала болыпты. Жан кішкентайынан ақ сабырлы да мейірімді бала болып өседі. Анасын өте қатты жақсы көреді, ал анасы оның бақыты үшін бар күшін салып еңбек етеді. Мари күндіз-түні тынымсыз еңбек етіп, жүн иіріп, кір жуып, шөп жинап, ұлын асырап бағуға тырысатын. Менің махаббатым сенің қорғаның дейтін ол Жанға. Жүрегім соққанша саған ешбір жамандық жоламайды. Бірақ бір күні ауылға қиын-қыстау кезең келеді. Жер қурап, егін шықпай қалады. Жеміс ағаштары өнім бермей, аштық бас көтереді. Сонда Жан шешесіне: «Анашым, мен орманға барып азық іздеп көрем. Мүмкін аң кездесер, не болмаса жидек табармын». Орман же тылсым мен қатерге толы. Бірақ егер барамын десең, мына орамалды өзіңмен ал. Мен оған махаббатымды сіңірдім же. Ол сені қорғайды. Жан жолға шығып, орманға енеді. Біраз жүрген соң, ол бір тастанды сарайға кез болады. Есігі өздігінен ашылып, іштен бір кемпір шыға келеді. Бірақ бұл жай кемпір емес, зұлымыстан кемпір еді. О, қандай сүйкімді бала. Кір, демал. Пирог пісіріп қойдым, дәм тат. Жан табалдырықтан аттағаны сол еді. Мыстан оны шынжырмен байлап тастайды. Енді сен менің құлым боласың. Қашпақ болсаң ге, тасқа айналып кетесің. Бірақ дәл сол сәтте Жанның мойнындағы орамал жарқ етіп, жылы шұғыла шашты. Анасындай дауыс естілді. Сол мезетте шынжырлар үзіліп түсіп, мыстан қарқ етіп қарғаға айналып ұша жөнелді. Сарай буға айналып жоқ болды, ал Жан орман ішінде, алдында нан, алма, ірімшік толы себетпен тұр екен. Ол үйіне қайтып келіп, шешесі Жанды аман есен көргенде қуаныштан көз жасына ерік береді. Махаббатым сені сақтап қалды. Содан бастап ауылдағы жұрт ана махаббатының ғажап күші барын ұғына бастады. Жан өсе келе әділ де ақылды азамат атанды. Жүрегінің түбінде сол орамалды үнемі сақтап жүрді, анасының махаббатының белгісі ретінде. Бір шағын ауылда Нұрия есімді ана мен оның қызы Аяру өмір сүріпті. Аяру тыныш, көп сөйлемейтін, бірақ өте сезімтал бала екен. Ал Нұрия қызының жан дүниесін сөзсіз ақ түсінетін. Аяру түнде жиі шошып оянып, жаман түс көретін. Сондай сәттерде анасы үнсіз ғана қасына отырып, қызының алақанын өз алақанына салатын. Сол кезде Аяру бірден тынышталып, қайта ұйықтап кететін. Бір күні ауылды қою тұман басады. Тұманнан балалар жол таба алмай қорқып қалады. Аяру да үйден алыстап кетіп жалғыз қалады. Қорыққаннан жылайын десе де, көзінен жас шықпайды. Сол сәтте ол анасының бір сөзін есіне алады. «Қорықсаң, алақаныңды жүрегіне қой. Мен сені сол жерден табам». Аяру дәл солай істейді. Бір мезетте тұман сейіліп, алдынан анасы көрінеді. Нұрия қызының алақанынан ұстап: «Мен сені әрдайым табам» дейді. Жылдар өтеді. Аяру өсіп алыстарға кетеді. Бірақ қашан қиындыққа тап болса, алақанын жүрегіне қояды. Сонда анасының жылуын сезетін.